Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін алдарыңыздағыдай интерактивті тапсырмаларды қалай құрастырамыз, соған тоқталмақшымыз. Жылдан 1 минутта интерактивті тапсырмалар құрастыруға болады. Міне, мына жерде Python программасы бойынша 6 сыныпқа арналған тапсырмалар берілген. Мына жерде 3 тапсырма: айнымалыларға, математикалық амалдарға дейді, және шартты операторлар дейді. Төменгі жағында жазып та қойған. Қандай Pythonның қандай командалары нені білдіреді, және ескерту жазып қойған. Осы сияқты қылып, мына жерде мысалы векторлық графикаға. Бұл жерде тапсырмалар мысалға, мына екеуінің біреуін таңдаймыз. Қай сурет масштабталғанда сапасын жоғалтпайды дейді. Мысалы, бүйтіп сонсақ, дұрыс жауап дейді. Келесіде сәйкестендір дейді. Әр фигура дұрыс таңдаңыз дейді. Мысалы, дөңгелек көк дейді. Міне таңдалды. Қызыл дейді, шаршы. Былай екен. Мынау былай екен. Тексеру. Дұрыс. Тағы тапсырма бар екен. Фигураларды танып білу дейді. Векторлық фигураларды графика негізі проматив болып табылмайды дейді. Мысалы, дұрыс емес шығып тұр. Ал дұрыс таңдасақ, міне, дұрыс деп жауап шығып тұрады екен. Міне, осындай тапсырмаларды құрастыру үшін бізге Canva жасанды интеллектісі көмектеседі. Ол үшін Canvaға кірген кезде бізде мына жерде Canva деген тұр. Осы жерге біз қандай тақырыпта интерактивті тапсырма құрастырамыз, соған тоқталатын болақ. Мен қазір былай жазайын деп отырмын. 3-ші класс. 3-ші класс. Математика. Сандарды көбейту мен бөлу тақырыбына интерактивті тапсырма құрастыр деймін. Енді қазір көрейік қалай құрастырады екен бәріміз бірге. Бұл жерде жасаймын дейді. 3-тен оқушыдан алған сандарды көбейту мен бөлуге интерактивті тапсырма жасаймын дейді. Енді бұл жерде міне код жүреді. Мына қарасаңыздар, HTML деп басай, HTML коды жүріп жатыр. Осы код жасалып, коды жазылып шығады, сосын барып бізге интерактивті тапсырма орнатылатын болады. Қарап отырсаңыздар, белгілі уақытта код жүріп жатыр. Кейбір кезде жылдам тапсырма керек болған кездерде жақсы жылдам тапсырма орнатып, сілтемесімен бөлісуге болады. Сілтемесімен де қалай бөлісеміз, оны да көрсететін болам. Міне, жасап шықты. Көбейту мен бөлу дейді. Дұрыс жауап барлығы тізбек дейді. Мысалға, мына жерге жауап жазатын болып тұрмын. Ал тексереміз. Дұрыс дейді. Жаңа есеп дейді. Біз шыға беретін болып тұр ғой. Онды бөлеміз дейді. Ал керек тексереміз. Қазір келесін қате беріп көреміз. Ал көбейту дейді. 50 деп көрейік. Қате дейді. Дұрыс жауап 60 деп бізге дұрыс жауабында көрсетеді екен. Байқап отырсыздар ма? Келесі нәрсе шығып отырады екен, дұрыс жауабы. Неше есеп беріп тұр екен, қазір көремін. Мен интерді басып жіберіп отырмын, сондайда. Содан интерді басып емес, мен бүйтемін де тексеру деп басуым керек. Сонда жылдам түсініктірек қозғалады. Барлығы қанша, нешесі дұрыс барлығын көрсетіп тұрады екен. Көбейту мен бөліп жібердім. Есепті көп беріп отырқасы бар. Төменгі жағында историясында көрініп та тұр. Мүмкін бұны күрделірек есеп бер деп та көруге болар. Мысалы, балаларға ойын шығартқанға жақсы, жеңіл. Мысалы, 3 таңбалы сандардан құрастыр деп, 2 таңбалы сандардан көбейту мен бөлу құрастыр деп айтсақ та жақсы шығады деп ойлаймын.
Енді біз бұны қалай бөлсеміз соған тоқталатын боламын. Мына есеп көп сияқты өйткені орындап отырсақ. Енді бұны қалай бөлсеміз? Бұның барлығы бізде сақталып тұрады. Енді мына жерде публикация деген тұр. Осы публикацияны басамын. Сол кезде сіздерде енді мына жерінде, мен Гүлжанар жазып қойдым ғой. Сіздерде осы жер пустой болып тұрады. Осы жерге мына жерде новый домен деген бар, сол арқылы сіздер домен құрып алатын боласыздар. Сосын барып публикацияны басасыздар. Сол кезде барып біздің мына жасаған жұмысымыз істелінеді. Келесі сайтта жарияланатын болып келесі бетке шығады. Міне, мына жерден көшіріп аламыз да біз оқушыларға жібере аламыз. Көшіріп алып оқушыларға жіберуге болады. Ал тапсырмамыз біздің келесі бетке шығатын болады. Мен көшіріп алған адресімді салып көремін мына жерге қайтадан. Сол бойынша қазір қалай шығатынын көретін болақ. Оқушының алдында қалай көрінеді? Мен сілтемені көшіріп алдым. Оқушының алдында мына күйде толық бетте көрінеді. Жаңа біз жасап отқан бетіміз мындай болып көрініп тұр ғой, мысалға біз сілтеме арқылы бөлсеміз бізде мына күйде шығатын болады. Оқушының алдынан да міне жаңа есеп деп историяның тарихы барлығы көрініп тұр. Жаңа есеп деп бассақ, жаңа есеп шығып тұр. Барлығы басынан басталып тұр. Байқап тұрсыздар ма? Жаңағыдай қылып бассақ, историямыз бізде көрініп төмен қарай шыға береді. Яғни осындай қылып жылдам интерактив тапсырмаларды құрастыруға болады. Яғни бұл Canva-дағы жасанды интеллект бөлімі. Астында сіз жасаған жұмыстарыңыз осылай өзі көрініп тұратын болады. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркелуді және бөлісе отыруды ұмытпаңыздар.